оқушылар түгел солай ма? Жақсы. Оқушылар, біз өткен сабақта тұрақты электр тоғы жаңа тарау бастаған болатынбыз, солай ма? Өткен тақырыбымыз қандай? Біз өткен тақырыбымыз қалай аталады? Тақырыбымыз электр тоғы және электр тоғының көздері. Есімізге түсірейікші қайталап. Электр тоғы дегеніміз не болды бізде? Есімізге түсірейік бір қайталап. Электр тоғы дегеніміз, орындап айта қояйық. Электр тоғы, тұра қойыңыз. Зарядталған бөлшектердің реттелген топтары. Яғни зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысын не дейміз? Электр тоғы деп атаймыз. Ал электр тоғы болу үшін неше шарт орындалу керек бізде? Екі шарт, дұрыс айтасыз. Қандай ғана шарттар олар бізде? Қандай шарттар? Бірінші, электр тоғы пайда болу үшін не болу керек бізде? Тоқ пайда болу үшін бірінші. Зарядталған бөлшектердің несі болу керек бұл жерде? Несі болу керек? Қозғалысы. Сосын екіншісі, ол зарядтың айналысы не пайда болу керек бізде? Өріс. Дұрыс, өріс пайда болу керек. Оқушылар, бүгінгі сабақ барысында үй тапсырмасын сұрамас бұрын бағалау парағын қаратайын, Бағалау парағында балдар берілген есімдеріңізді жазып, үй тапсырмасына шықсаңыздар 2 балл, есепке шығарсаңыздар, жақсы ма? Балдарымызды қойып отырамыз. Жазып қойыңыздар, порталастарыңызбен бірге аты жөндеріңізді, есімдеріңізді сабақтың соңында қорытындылап баға қоятын боламыз. Ал бастайық. Үй тапсырмасын сәйкестендіру бойынша орындайтын боламыз. Ал, тақтаға қарайық ал. Бірінші сұрақ. Жарық энергиясы электр энергиясына түрленеді. Қай құрылғы ол бізде? Кім шығады? Жарықтың энергиясын электр энергиясы түрлендіретін болса, қайсысы болады бұл жерде бізде? Фотоэлемент пен күн батареялары дейді. Зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы қалай аталады? Зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы қалай аталады бізде? Не деп аталады ол бізде? Келе қойыңдар біреу. Кел. Исламбек қайсысы ойлайсың? Келе ғой. Қайсыны ойлайсың? Апаралы біреу. Бөлшектердің реттелген қозғалысы. Апаралы қолымен, апаралы. Яғни электр тоғы. Қарай, химиялық энергия электр энергиясына түрленетін болса, қайсысы ол бізде? Химиялық энергия. Келейік. Қайсы айталады? Батарея, аккумулятор дейді. Сонда тексереміз. Қарай, ішкі энергия электр энергиясына түрленеді. Қайсысы олар? Келе ғой. Келе ғой, Нұрсұлтан. Термоэлементке тексереміз. Қарай, тұрақты және айнымалы болып бөлінеді. Қайсысы бізде бөлінеді? Тұрақты және айнымалы болып бөлінеді. Не ол бізде? Не бөлінеді тұрақты айнымалы болып? Есімізге түсірейікші. Не деп айттық? Келіп тұрған тоғымыз 220 вольт болады деп. Не бөлінеді дедік? Келе ғой. Дұрыс. Келе ғой. Тоқ көздері. Дұрыс. Белгі қоямын. Механикалық энергия электр энергиясына түрленеді дейді. Қайсысы олар? Механикалық энергияны электр энергияға түсіріп келе ғой. Қайсысы? Электрофор, солай ма? Ал соңғысы қалған жылулы химиялық магнит болып бөлінетін ол бізде тоқ әсерлері. Ал тексерейік. Қараңыздар, қайсысы? Дұрыс. Өте жақсы. Сонда біздің жауаптарымыз барлығы дұрыс деген сөз. Өте жақсы. Енді бүгінгі тақырыбымыз, дәптерімізді ашайық, бүгінгі күнді жазайық. 24-ші параграф, электр тізбегі және оның құрамдас бөліктері, тоқ күші, кернеу. Жазайық. Жазамыз. 24.
24 параграф. Электр, жаңа тақырып. Электр тізбегі және оның құрамдас бөліктері. 114 бет. Енді бағалауға қоямыз. Үй тапсырмасына шыққан болсаңыздар, белгілеген сұрақтарыңыз дұрыс болса, 2 балдан қоямыз, иә? Қойдық қой 2 балды. Үй тапсырмасына қоямыз 2 балды. Кім тақтаға шықты, кімдікі дұрыс болды, 2 бал қойыңыздар, өте жақсы. Мағынасын графикалық бейнелеуді білу, электр тізбегі элементтерінің шартты белгілерін қолдану, кернеудің тоқ күшінің физикалық мағынасын, оның өлшем бірлігін түсіну. Жазып алдық қой, иә? Жаңа тақырыпқа байланысты видеороликке назар аударайық. Отып барлығын жазып, сен жазып бар? Отып қой, Нұрсұлтан. Жандос, жазың бар? Ал. Сәлемсіңдерге жас зерттеушілер, мен француз физигі Андре Мари Ампермін. Бүгін сендерге электр тоғы туралы өзінің ашқан жаңалығымды және менің замандасым Александра Вольтаның еңбегін өз аузыммен айтып беру керек. Мен қалай тоқ күшін аштым, 1820 жылы мен электр тоғын зерттей бастадым. Мен бір қызық құбылысты байқадым. Өткізгіш сымнан тоқ өткенде, оның жандағы магнитілі ауытқиды. Бұл тоқтың жай ғана зарядтардың қозғалысы емес, оның күшке ие екенін көрсетті. Мен тоқ жүріп тұрған 2 сымның бір-біріне тартылатынын немесе тегілетінін тәжірибе арқылы дәлелдедім. Осылайша мен электр тоғының жаңа қасиетін тоқ күшін аштым. Тоқ күші өткізгіштің көлбенең қимасынан белгілі бір уақыт ішінде өтетін электр зарядының мөлшері белгіленуі ай формуласы ай тоқ күші тең q заряд бөлінген уақытқа өлшем бірлігі. Ампер жазылуы мен бұл бірлік менің құрметіме аталды. Александра Вольта туралы, алайда балалар тоқ өздігінен пайда болмайды. Мұны менің әріптесім италиялық ғалым Александра Вольта дәлелдеді. Ол 1800 жылы алғаш рет тұрақты тоқ көзін жасап, зарядтарды қозғалысқа келтіретін күш бар екенін көрсетті. Бұл күшті біз кернеу деп атаймыз. Егер кернеу болмаса, тоқ та болмайды. Кернеу электр өрісінің зарядты қозғалысқа келтіру үшін атқаратын жұмысы белгіленуі. Формуласы U кернеу тең бөлге жұмыс бөлінген q зарядқа өлшем бірлігі вольт жазылуы әрімен вольтаның құрметіне қойылған. Тоқ күші кернеудің байланысы естеріңде сақтаңдар. Кернеу себеп, ал тоқ күші нәтиже кернеу зарядтарды қозғалысқа келтіреді. Ал тоқ күші сол қозғалыстың қаншалықты күшті екенін көрсетеді. Тізбек түйіп болмаса немесе кернеу көзі болмаса электр тоғы жүрмейді. Электр тоғының пайда болу шарттары: еркін заряд тасымалдаушылар, түйіп электр тізбегі, кернеу көзі. Менің және Вольтаның ашқан жаңалықтарын бүгінгі өмірлерінің әр сәтінде қолданылады. Мысалда, үйлеріндегі 220 вольт кернеу, электр шамының жануы, телефон мен компьютердің жұмыс істеуі, электр пойыздар мен лифттер, амперметр тоқ күшін өлшейді, вольтметр кернеуді өлшейді. Сонымен балалар, мен тоқ күшін аштым, ал Александра Вольта тоқтың пайда болу себебін кернеуді түсіндірді. Бұл екі ұғым бір-бірімен тығыз байланысты. Физиканы түсінсеңдер, табиғатты түсінесіңдер, ал табиғатты түсінсеңдер, болашақты жасайсыңдар. Жақсы, сонымен не айтылған видеода? Кернеу себеп, ал тоқ күші нәтиже. Иә, сонда күнделікті өмірде қолданатын бізде келіп тұрған 220 вольт белгілі бір тізбек арқылы келіп тұр сонда бізге, иә? Схема дейміз ғой. Тізбек құрылу арқылы жанып тұр светтеріміз, техникаларымыз жұмыс істеп тұр. Сол кезде не қолданылады дейді? Құрал, ампер, амперметр, иә? Бұл бізде ампер деген физикалық шама, тоқ күші, иә? Тоқ күшін қандай әріппен белгілейміз? Не дейді? Қандай әріппен белгілейді тоқ күшін? Үлкен ай. Қарайшы, тоқ күшін үлкен ай әріпімен белгілейміз. Ай тең Q бөлінген Т. Солай ма? Бұл формуланың мағынасы дейді? Өткізгіштің бойымен бірлік уақыт мезетінде қанша заряд өтетіндігін білдіреді. Өлшем бірлігі қандай дейді? Өлшем бірлігі? Қалай дейді өлшем бірлігі? Кім ашқан? Ампер ашқан. Солай ма? Және осы тоқ күшін өлшейтін құрал қалай аталады? Ампер, амперметр. Дұрыс. Әрі қалай? Вольтметр. Не өлшейді ол бізде вольтметр? Вольтметр не өлшейді? Кернеуді. Дұрыс. Кернеуді қандай әріппен белгілейміз дейді? Дұрыс.
Qattiqroq dovusini chiqaramiz, ya. U teng bo'ladi. Qanday? Durust. A bo'lingan Q. O'lcham birligi volt durust. Nega volt, nega amper? Sebebi g'olim zertlagan g'olimlarning hurmatini o'lcham birligini amper және volt berilgan. Sonda to'q uchun qanday harfni belgilaymiz? Ulkan A. Qattiqroq dovusini chiqaramiz. O'lcham birligi amper durust. Qni qanday harfni belgilaymiz? U durust. O'lcham birligi volt. To'q uchun o'lchaydigan qurol aytiladi. To'q uchun o'lchaydigan qurol amper metr. Qni o'lchaydigan qurol volt metr. Tushunibdi-ku, ya? Endi qarangizlar. Tizbekni qurgan vaqtda bizga amper metr har vaqtda tizbekda жалғанады. Al voltmetr ол parallel жалғанады. Шарты солай. Әрі қарай бізде тізбек құрған вақытта кілт керек болады. Кілт ашасың, сөніп тұрады цветтер, жағасың, жанады бәрі. Жақсы ма? Әрі қарай бұл бізде шам. Жанатын шамымыз. Осылардың барлығын сымдар арқылы жалғайтын болсақ, жанады. Лампочка жанады. Түсінікті ғой, кәдімгі лампымыз жанады. Сонда тізбекте егер шартты белгілер бар. Қарайықшы. Шартты белгілері. Егер тізбекте дөңгелек А, ішінде А деген артық болатын болса, не ол бізде? Амперметр деген сөз. Тізбекте амперметрді қоясың деген сөз. Ал дөңгелек ішінде В болатын болса, не деген сөз ол? Вольтметр. Әрі қарай, егер дөңгелек іші X болатын болса, не деген сөз ол бізде? Шам. Міне, мына шам бар деген сөз ол кезде. Солай ма? Сонда бұлар тізбектегі жаңағы құралдардың шартты белгілері. Жақсы ма? Қарап алайық. Батарея, егер біреуі минус, біреуі плюс болатын болса, сол жерге батарея, энергия көзін қоямыз деген сөз. Жақсы ма? Сонда қорытындылай, тоқ күшін қандай әріппен белгілейміз деп айтты? Үлкен I, өлшем бірлігі ампер. Ал өлшейтін құрал амперметр. Қаттырақ шығарамыз дауысымызды. Кернеу қандай әріппен белгілейміз деді? Дұрыс. Өлшем бірлігі вольт. Өлшейтін құралымыз вольтметр. Әр құралдардың шартты белгісі болады ма өзінің? Әр құралдың схемада тізбекте өзінің шартты белгісі болады. Егер мысалға төрт бұрышты екі қасында сық болатын болса, уже рястат бар деген сөз. Апарып ол жерге кедергіні қоясың деген сөз. Түсінікті ғой? Схема құрған уақытта әр құралды апарамыз. Енді сұрақ бар ма? Сабаққа байланысты. Түсінікті ма барлығы? Бірінші тапсырма сіздерге осы жаңағы айтқан элементтер құралдарды сәйкестендіру. Мына жанында берілген, бірақ дұрыс емес. Солай ма? Мысалға шам өзінде тұрған жоқ, кілт өзінде тұрған жоқ, вольт өзінде тұрған жоқ. Солай ма? Шартты белгілерін сәйкестендіруіміз қажет. Жақсы? Осы қағазға орындай қойыңыздар. Қазір көршілерімізбен алмастырамыз, сосын бір-біріміздікін тексереміз. Мен дұрыс жауабын ашамын. Арсен, сен мақтан сөйлейміз. Қазір сәйкестендіру дұрыс болатын болса, бағалау парағына бал қосамыз, я тексеріп болғаннан кейін. Ең соңында сосын бәрін бірге қараймыз. Ал бастайық. Орындау уақыты 2 минут. Сәйкестендіреміз қасына апарып. Шартты белгілерін.
жоқ емес, қоя тұрасың. Бір рет тұрған жоқ. Шартты белгілері алмасып кеткен орнында емес. Мысалға, бірінші тұрғаны ол өткізгіш сымдарды қосуы емес. Шартты белгілерін өз атауына сәйкестендіреміз. Мысалға, дөңгелек ішінде болса не ол бізде? Вольтметр. Вольтметрге қарамыз ол кезде. Электр шамынан қарамыз. Барлығымыз болдық па? Көршімізбен алмастырайық. Алмастыра ойыңыздар. Алмастыра ойыңыздар. Кім қалды алмастырма? Өзеріңіз жері ойыңыздар. Бұлқан алмастырдыңдар ғой, ә? Ал қарайық. Жауабы бірінші іші дөңгелек болатын болса, ол ампер-метр. Қараңыздар. Одан кейінгі вольтметр, кедергі, сым, батарея, гальвани элементі, қосылмаған сымдардың түйісуі. Қараңыздар. Электр қоңырауы, электр шамы кілт. Осының галванометр бар, я? Соңғысы стрелка бағып қалған элементі олар. Екіншісі, өткізгіші не ол бізде? Вольт. Бесіншісі кілт. Я? Сосын, одан кейінгі тұрғаны бізде реостат. Сосын электр шамы. Тоғызыншысы галвани элементі. Оныншысы ампер-метр. Кімде толық шықты дұрыс? Біріншісі галвани элементі. Дұрыс, плюс қоясыз. Екіншісі электр сымдарының қосылуы. Дұрыс па? Плюс қоямыз. Үшіншісі өткізгіштердің қиылысуы. Қойдық па плюс? Дұрыс болса, жақсы. Одан кейінгісі вольтметр. Содан кейінгі тұрған бесіншісі кілт. Қойдық па плюс? Дұрыс болса? Дұрыс қойасың. Жеті бұл бізде реостат. Плюс қоямыз. Сосын шам. Сосын галванометр. Стрелка жоғары бағып қалған тұр ғой. Дөңгелектің ішіндегі. Сол бізде белгі нені білдіреді? Галванометрдің белгісі. Сосын 10-шісі ампер-метр. Көзметті минус қоямыз. Апай 9 алдай еді? 9. Галванометр. Дұрыс па? Сізмен толық шықты, ол өтереші. Дұрыс кімде бол? Сезімге дұрыс па, өте жақсы. Тағы? Менде дұрыс. Аминада өте жақсы тағы да. Нұрсұлтанда өте жақсы жарайсың. Сосын Айшада, я? Кімде бір қате, екі қате шыққаны? Бұл өтереші, бір екі қате. Исламда, сосын Арсен ше қате шықты? Жақсы. Мария ше қате шықты? Жақсы, ештен кетпейді, я? Еден қайталап өкесіздер. Ал, болдық қой. Енді бағамызды қоямыз. Толық қойғанда ғана 2 балл қоямыз, я? Еше балл? Сәйкестендіру 2 балл. Дұрыс болғанда. Ал енді бір сұрақ, екі сұрақ дұрыс емес болғандаңыз 1 балдан қойыңыздар. Кімде 2 қате шықты, немесе 1 қате шықты? Қойдық барлығымыз. Жақсы. Келесі тапсырмамыз есеп. Кітапта, ашай кітапты. Оқулықта 15-ші жаттығу бар. 118-ші бет. Есептер. Таптық па? Тақтаға шығарайық, есеп. Ашай. 15-ші жаттығу. Кім шығады біріншісіне? Өнектеу керек. Еселік біліктерін миллиампер, микроампер, килоампер соларды ашып өнектеуіміз керек. Кім шығады бірінші есепке? Бірінші есеп, сосын
Екінші есеп. Жарайды. Келіңіз тақтаға. Бірінші есепке. Кім шығады? Мили. 10-ның үш дәрежесі бізде мили болса, дұрыс минус 3, ал микро болса, неше дәреже болады? Минус 6, дұрыс. Сонда санды нешеге бөлесек минус 6 болса, нешеге бөлеміз деген сөз? Неше нөл бар 6-да? Миллион солай ма? 6 нөл болса деді. Миллионға бөлесін деген сөз болсын. Кило неше дәреже 10-ның? 3 дәреже. Тек ашық жаза қоясыздар. Болды, я? Керек тақтаға. Сезім кеш бірге. Екіге. Кәдімгі есептің берілгені, я? Жазайық. Орнымызда шығарып алып келуге болады. Бағаланады. Миллиампер, микроампер. Жазағы. Ай, тең, тоқ үші, тең. Кім болды? Бірінші екіні шығара береміз, я? Екіні болғамыз, үшті шығара береміз. Ай, тең, я, 200 милли ампер. Қарағылай қалай шығаратын, я? Тең болады. Так, ампер ол адам есімі, үлкен әріппен жазу керекпіз. Кішкентай М. Кішкентай М. Жаз. Үлкен А салғасын. Тең. Жаңға тұрауы, көрсетші берейін. Ал қарайық, біріншісі көрсетші берейін, я? Қарандар. Ай, тең, 200 милли ампер ма? Мұна миллиді ашып жазу керексіз. Неше дәреже ол бізде? 200 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Сонда қараймыз, наяқта ислам кім ба? Бәрі сөйлемей қарайық. Милли деген сөз нені білдіреді? Минус 3 дәреже. Осылай ашып жазуға керек. Немесе қанша ватт бөлген кезде? Қанша ватт бөлген уақытта? 0,12 ампер. Тек ашып дәрежемен зәк шал. Дәрежемен оңай сияқты осы жерге. Жасында 200, сезім 200. Үлкен асаласын. Миллиді алып тастаймыз. Сезім миллиді қараш. Мұна милли бар емес па? Маған кетіп қалып тұру, мен 3 дәрежені білдіріп милли деген сөз. Ана қарай аша келді. Екіншісін жазасына. Ай тең 420 микроампер. Микро неше дәреже сонда бізде? Микро неше дәреже болады? Минус 6. Жаза қарызамыз. Тең. Қай болады? 420. Дұрыс. 420 сосын. Дұрыс, жаза беру. Жоқ, көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі бар. 6 дәрежесі. Дұрыс, 6. Мына микро, минус 6 дәрежесі қап тұрды. Енді үшіншісін дауы. Қанша ватт? Килоампер. Кило дәреже. 10-ның 3 дәреже жазамыз. Екі шықты ма? Екі бастан оқушылар ма? Кім бастады екінші шықты? Кімде шықты? Қарасы ба? Амина, Айрекем, Ислам, Мариам. Я көбейтілген килоампер жазамыз сезім. Килоампер жазамыз. Кило. Килоампер. Отыралым. Енді барлық не қарайшы, екінші степке оңай болу үшін. Қара жіберейші. Ампер 10-ның минус 3 дәреже. Дұрыс қаттырақ дауысымыз шығарайық. Ал микроампер 10-ның минус 6 дәрежесі. Тек ашып жазамыз. 2 да осындай есеп, я? Кім шығады 2-ге?
Екінші сепке. Мынасын ұшытса да, тақтадағы есепті дәптерге жазып аламыз. Жазайық. Екінші септі шығарады. Кімде шықты? Екі әкеле береміз маған, тексеріп беремін. Алып келіңіздер екінші септі. Тағы кімде? Аминада шыққан дұрыс. Тағы кімде шықты? Екінші сеп. Тек дәрежемен ашып қойып жатырмыз, иә? Негізі мыңға бөлу керек қой, миллионға бөлу керек. Әлде мыңға көбейту керек. Бірінші осыны шығарып алыңыздар, иә? Келесі ауысын бөлеміз, бөлуге шығамыз. Бірінші дәрежені ашып үйреніп алайық. Сонда қасында кило деген сөз болса, жаңа практикалық еселік болса, неше дәрежеміз? Оның 3 дәрежесі дейміз. Мерей болса, минус 3 дәреже дейміз. Тоқтап айтамыз. Микро болса, минус 6 дейміз. Дәрежелері. Қайде? Тең болады. Сыншынан шығарып, тең болады. Мерей неше дәреже деп айттым жаңа? Мерей. Минус 3. 240. Көбейтілген. Жоқ. Көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі болады. Көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Дұрыс. Екіншісін жаза алайын. Екіншісі неше бізге? 3,140 киловольт. Бұл деген сөз мыңға көбейтесіңдер деген сөз ғой негізі. Өйткені 0-ден 3,0 болады деген сөз. Әкеле ғой. Аш дәрежеге. Сосын қалай болады? Так, 3 дәреже дұрыс. Дұрыс. Так, Нұрсұлтан, Амина бал қосып аламыз, иә? Есептер шығаруға. 4 балдан өткен есептер дұрыс. Дұрыс, көбейтілген. Жер алай көркем. Кило. Неше дәреже қара? Килода. 3 дәреже. Просто 3 болады, иә? Жоқ, кило ма? Кило болса тек 3 болады. Микро болса минус 6. Жақсы ма? Так, сізде ислам 3 бал болады, иә? Бірға тез шықты. Тағы кім болды? Әкелеміз. Жақта болған жоғары. Амперді үлкен әріпте жазамыз. Иә? Аны. Ампер. Жақсы ма? Анада вольт болады. Вольтпен жазамыз. Әкеле. Вольт үлкен әріпте. Жақсы ма? Дәрежені қасына түсіресің. 10 көбейтілген минус 3 дәреже вольт дейсің. Жақсы ма? Тоже дәреже қасына түседі. Көбейтілген 10-ның микроншы дәреже. Микроншы дәреже болады. Жазамыз дұрыс. Дұрыс. Минус 6 дәрежесі. Өлшем бірліктері. Не болады өлшем бірлігі? Вольт. Қасына вольт. Вольт. Дұрыс. И вольт. Жақсы отырап. Жазып аламыз есепті, иә? Қалай есепті жазып алайық? Дәптерге. Болдың ба, иә? Есепке шыққандарымыз, дұрыс болғандарымыз балдырлайды. Насып қойып, жақсы. Енді келесі тапсырмамыз не жауаптары. Қалай? Қараңыздар, шешуінде қараңыздар. Жаңа біз тек қана дәрежемен алдырып кеттік қой. Бері қарайықшы, барлығымыз. Қараңдар. Мысалға 420 микроампер дедік та біз жазып қойдық мана. 420 көбейтілген минус 6 дәреже деп қойдық қой. Бірақ әрі қарай оны миллионға бөлу керексіздер. Минус 6 миллионға 6 нөл бар ғой, өткен көріп тұрсыздар ма? Миллионға бөлесіздер деген сөз. Сол уақытта шығатын шамасы. Мияқта не бар? Не? Мысалға 780 микровольт көрдіңіздер ма? 780 микровольт көбейтілген біз тек қана қалдырып кеттік дәрежемен. Әрі қарай оны шығарасыздар.
миллионға бөлесек, келесі сабақта практика осыған шығарамын десеп жақсы ма? Енді бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында бекіту тапсырмасын орындаймыз. Сұраққа жауап береміз, я немесе жоқ деп. Егер дұрыс болатын болса, мына шамдағы жанат. Жақсы ма? Жасыл жанса дұрыс деген сөз, қызыл жанса дұрыс емес деген сөз. Біртіндеп жауап берейікші ал. Электр тізбегі тоқ көзінен, өткізгіш сымдардан және тұтынушыдан тұрады дейді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Қайсысын бастайын ал? Электр тізбегі, мына тізбек жүріп жатқан, тоқ көзінен, өткізгіштен, сымдардан, тұтынушы деген біз ғой. Дұрыс па, дұрыс емес па? Неге дұрыс емес? Дұрыс. Көре ал. Дұрыс. Көрдіңіздер ма, біз неседі? Қараңдаш, электр тізбегі қолданып тұрған өткізгіш сымдар, тұтынушылар ғой. Дұрыс қол өткені. Я. Жасыл шам жанды, я. Әрі қарай. Электр тоғы тек қана ашық тізбекте ғана жүреді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Жауап берейік. Қалай? Дұрыс? Дұрыс емес. Мен жауаптарымыз дұрыс болса жанды көрдіңіздер ма? Әрі қарай қаттырақ жауап берейік, дұрыс болса. Ал келесі. Электр шамы электр энергиясын жарық энергиясына айналдырады. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Так, дұрыс деп жанбай қалды, әкелінеміз. Кілт тізбектегі тоқ күшін өлшейді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Кілт тізбектегі тоқ күшін өлшейді. Жақ, біз не айтық тоқ күшін өлшейтін болса? Оны не айтық бізде тоқ күшін өлшейтін болса? Ампер? Сонда дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Дұрыс емес. Жасылжан, көрдім. Айтқан жоқпыз ба? Тоқ күшін өлшейтін болса, ол құралға айтылады дедік біздер амперметр. Ал кернеуді өлшейтін болса, ол бізде вольтметр. Әрі кеттік. Амперметр тоқ күшін өлшейді. Дұрыс па? Дұрыс. Вольтметр кернеуді өлшейді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Неге дұрыс емес? Вольтметр кернеуді өлшей ма? Дұрыс. Дұрыс па, сұрақ оқып аламыз, е? Ал, кернеу электр өрісінің зарядты қозғалтуға істейтін жұмысының зарядқа қатынасына тең дейді. Формуласын қараймыз. Кернеудің формуласы қандай бізде? Кернеудің формуласы U тең болады. Сосын жұмыс бөлінген заряд. Солай ма? Сонда дұрыс па, дұрыс емес па? Неге дұрыс емес? Дұрыс. Заряд жұмыстың зарядқа қатынасын білдіреді. Дұрыс. Өте жақсы. Не қарайық? Жауаптарын шығарып қойым, я? Электр тізбегі тоқ көзінен сымдардан өткізгіштен тұрады. Дұрыс. Электр тоғы тек ашық тізбекте ғана жүреді. Ол біле дұрыс емес. Солай ма? Электр шамы электр энергиясын жарық энергиясына айналдырады. Жақсы. Енді үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасына осы параграфты оқып мазмұндауға аламыз. Және 15-ші жаттығуды қарайықшы. 15-ші жаттығудың 3-шісі, сосын 5-шісі белгілеп аламыз. Номері 3 және 5. Егер яғытта жауап берегіңіз дұрыс болса, айтқандар 2 балдан қоямыз, я? Тақтаға келіп басайықшы, бүгінгі сабақ бойынша. Кері байланыс. Сабақты түсіндім. Сабақты түсінбедім, сұрақтарым бар, және түсіндім, осы батырмаларды басатын боламыз. Керек ал. Сіз басып ма? Түсінікті ғой, осылай айтыңыздар, қолмен көрсетіп соны басатын боламыз ма? Неғып неміз қосылмай тұр ғой. Керек ал, кері байланыс. Бүгінгі сабаққа байланысты. Кім не білді? Сабақты түсінген болсаңдар, сұрақтарымыз болса, керек бағын бір-бірінде қатармен келе қойыңыздар. Кет, Сұлтан, кет. Кел бұл. Кім? Әмен аяқты шығып бере бендер.
Kelinglar. Kelgan kelib beringlar. Qaysi masalasini bosib turamayapti. Sho'g'ib kel. Sabah tushundim. Tak, saboqni tushundim deydi. Ya, tag'i kelinglar. Keling. Taqdan qo'shilmay olib turasiz, yoqdan qo'shib turmaymiz. Ikkinchi shart. Aha. Sabah shu ko'radi. Saboqni to'liq men berdim deydi. Ya. Tag'da keling. Keling, shuncha qadar. So'roqlarimiz bo'lsa, bosib ketishni keyinroq hal qilamiz ya. Qanday tushunmay olganlarim bor. Al. Keling, tag'da keling, aytib. Saboqni to'liq mendan bosinglar, yaxshi. Keling o'yna tag'i. Keling. Бағалау қарап баға қоям, бірақ бізде Амина өте жақсы, мына жақта Сезім, Айгөркен, Нұрсұлтан, екінші Нұрсұлтан бар, Нұрхан өте жақсы баға қоям, бесен атқалысты. Бағалау парағын тапсырайық маған, баға осында қарайым. Бағалау параға сосын мен алып келем маған. Сәйкестен тапсырмасын. Аты жөнін жазамыз, қарайын соны. Сау аяқталын, сау болыңыздар.